Астана қаласы әкімдігінің Мұстапа Шоқай атындағы нөмірі 51-ші мектеп гимназиясында мерекелік іс-шаралар басталды. Қазақтан шыққан көрнекті тұлға қоғам қайраткері Мұстапа Шоқайдың туылғанына 135 жыл. Нөмірі 51-ші мектеп гимназияның ашылғанына 20 жыл толуына орай мерекелік іс-шаралар апта бойы кезең-кезеңмен өткізуді жоспарлап отыр. Аталмыш білім ордасына енген бойда мектеп оқушыларынан құралған жас домбырашылар тобы күмбірлі күймен қарсы алды. Мектеп ғимаратына кірген бойда оң жақ беткейге мектеп оқушылары әзірлеген ұлттық нақышта бейнеленген этно ауыл көрмесі ұйымдастырылыпты. Ұлттық құндылықтарды насихаттау мақсатында ұйымдастырылған көрмеге қойылған ақшаңқай үйлер мен алтыбақан экспонаттары көрмеге көрік беріп тұрғандай. Салтанатты шараға келген қонақтар этно ауыл мерекесімен мектеп оқушылары таныстырды. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздерге мектебіміздің өнерлі оқушылар жасаған киіз үй үлгідегі этно ауыл көрмесін таныстырмақпыз. Этно ауыл қазақ халқының дәстүрлі тұрмыс тіршілігін, салт дәстүрі мен мәдениетін таныстыратын мәдени кеңістік. Этно ауылға кірген әрбір қазақта қазақы рух пен ұлттық нақыш айқын сезіледі. Мәселен, киіз үйлерде ұлттық ойындар мен дәстүрлер көрсетілген. Көріп тұрғандарыңыздай асық ату, арқан тарту, тоғызқұмалақ секілді ойындар ойнатып, алтыбақан құрылған. Домбырамен күй тартылып, халық әндерінің шырқалуы, беташар, тұсаукесер секілді салт дәстүрлерді де байқасаңыздар болады. Салтанатты шара Астана қаласы әкімдігінің Мұстапа Шоқай атындағы нөмірі 51-ші мектеп гимназияның көркем өнерпаздары дайындаған әуезді әнмен ашылды. Екінші қабатқа көтерілген бойда мектептің 20 жыл бойы жүріп өткен еңбек жолындағы биік белестері мен даму тарихымен таныстырылды. 20 жылдың өзіндік жетістігі бар. 20 жыл 20 белес атты тақырыпта жасанды интеллект бойынша фото шежірелер әзірленіпті. Көрме төрінде бой көрсеткен Мұстапа Шоқайдың мұражайына тоқтадық. Мұражай іші кең, көріктетіп жасалған тарихи жәдігерлерге толы.
Секірген лақты көрдім тау басында, көрушем лақ қозыны мен жасымда. Балалық еске түсіп ел аңсадым, баруға заман жалға ел қасына деп. Мұстафа Шоқай өз елін, жерін сағына жазған сағыныш атты өлеңнің үзіндісі болып табылады. Алдарыңызда сағыныш атты композиция. Мұстафа Шоқай көп жылдар бойы шет елде иммиграцияда жүрген кезде өзінің елін сағынған болатын. Және осы жерде Мұстафа Шоқай жайында өзінің туған жері бейнеленген. Ал жоғары жаққа назар аударсаңыздар, Мұстафа Шоқайдың өмірлік картасы көрсетілген. Яғни Мұстафа Шоқай Наршоқыта дүниеге келіп, Ақмешітте Әлі Жағасының мектеп медресесін бітіріп, және ерлер гимназиясына Ташкентке оқуға түскен болатын. Және өзінің заңгер мамандығымен Санкт-Петербургте өзінің еліне көмектесемін деп оқыған болатын. Орынбор, Уфа, Әзірбайжан сынды қалаларда өзінің жұмыс баптарымен жүрген болатын. Және өзінің екінші отаны болып саналған Франция мен Ножан-Сюрманда көрсетілген. Қоғам қайраткері Мұстафа Шоқай 20 ғасырдың ірі саяси тұлғасына арналған мұражайда жұрт тарихы тереңде жатқан құнды құжаттардың көшірмесімен ақпаратқа толы мәліметтермен танысты. Осы мектепке біздің отбасымыздың үлкен бір қатысы бар. Осы жерден біздің үйден 3 бала мектеп бітірген, 3 бала шықты. Ең бірінші ұстаз Қаншайым еді. Сол кезде мен есіме бір жағдай түсіп тұр. Баланы мектепке алып келгеннен кейін біз енді кішкене тәрбиеміз бөлектеуміз ғой бүгінгілерден. Баламды мектепте Қаншайым деген бастауыштың мұғаліміне беріп бітіп былай дедім. Ал енді Қаншайым айналайын, мына кісілерге ұнайтын ұнамайтын білмеймін, бірақ бір нәрсе айтайын. Мына баланың еті сенікі, сүйегі біздікі. Ұрасың ба, зекисің бе, жазалайсың ба, өзің білесің. Бірақ менің баламды білім бер. Бұл бала келіп, апам маған ұрысты десе, мен одан зайын ұрсамын. Сондықтан бұл бала олай істемейді деп. Жалпы мына балаңды аясаң, баланы аямау керек. Өйткені бізді ешкім аяған жоқ, таңғы сағат 5-тен тұратынбыз, содан мал қосудан басталып, ең соңында жататынбыз, содан жаман болғанбыз жоқпыз, пісіп өстік солай ғой. Енді қазіргі мектептің қалпына көріп өте риза болып тұрмын. Ол кездегі мектептен өте үлкен айырмашылық бар екен, кіреберістен бастап. Одан мына мектеп оқушыларының киім үлгісіне шейін маған ұнап тұр. Біраз болған екен келмегенім бұл жерге, шынымды айтайын. Енді қалай болғанда да Мұстафа Шоқайдың атына лайық болу керек қой бұл мектеп. Бұл мектепті қалай болған күнде де сол кездегі мемлекет басының өзі келіп ашқан болатын. Ол да бұл мектепке көрсетілетін құрметкен емес, үлкен жүк қой. Осыны екі иықпен көтере білу керек, ол да оңай емес. Енді қазақтың қамын ойлап, қазақтың мұңын жоқтап, зарын елеп кеткен Шоқайдың атын алудың өзі де, Мұстафа Шоқайдың атын алу өзі де сіздерге үлкен жүк, айта берсеңіз үлкен мәртебе. Осыған лайықты болыңыздар. Мына балалар түгелдей аталарының, ағалардың аттарына лайық болсын. Жалпы Мұстафа Шоқай ғана емес, қазақ халқының маңайдағы мектептердің бәрін қарап отырсам, осы қаладағы мектептер ылғи қазақтың бір туар азаматтарының атында. Барлық оқушылар соларға лайық болсын. Өсіп өркендей беріңіздер. Табыстан табысқа жетіп, жақсы аттарыңыз ғана шығып жүрсін. Осы мектепте 20 жылдың ішінде өзімнің балаларым бітіріп шықты. 2005 жыл мектеп ашылғанда үлкен азамат осы мектепке алғаш табалдырық аттап 1-ші сыныпқа кірген. Биылғы жылы да біз үшін осы мектеп өте ыстық, өйткені ең кенже қызымыз алтын белгімен осы мектепті бітіріп түлеп ұшты. Енді осы 20 жылдың ішінде мектеппенен біздің жанұямыз, өміріміз тығыз байланысты. Мектептің өмірінен ешқашанда тыс қалып көрген жоқпыз. Ата-аналар комитетінде мүше болдым, төрайым болдым. Одан міне енді қамқоршылық кеңестің мүшесімін. Мектептегі барлық болып жатқан оқиғалардың ортасындамыз. Барлық жақсылығын да, жаңалығын да естіп, біліп, қуанып отырамыз. Енді бүгінгі мына үлкен мерекелерінде шын жүрегімізден құттықтаймыз. 20 жылды көзді ашып жұмғанша өте шықты. Осы мектептің ұстаздары ұжымына, ата-аналарына тек қана жақсылық, табыс тілеймін. Ұстаздарының еңбегі ешқашанда білім беру саласында ешқашанда жалықпасын, жаңылмасын, шаршамасын, тек қана алға
шәкірттері өздерінің жетістіктерімен, білімпаздықтарыменен, өмірде жетіп жатқан табыстарымен қуанта берсін. Ата-аналар менен ұстаздар әрқашанда бірігіп, жұмыс істеп, қызмет етіп, осы еліміздің көркеюіне үлес қоса берсін деген тілек айтамын. Жалпы білім сапасына көңіліңіз толады ғой. Иә, өте менің балаларымның өзі де өте жақсы бітірді. Сондықтан да бұл мектептің ұжымына, мұғалімдерінің тәжірибесіне, білімділігіне өте тәнтіміз, ризамыз. Мұғалімдерінің барлығы әр оқушысын өз баласындай қарайды. Және олардың өмірге деген, білімге деген құштарлығын аша біледі. Бір нәрсе білсе екен, осылар өмірде ертең өздерінің өмірлерінде, тәжірибесінде керек болады-ау деген білімнің бәрін оқушысының бойына құюға тырысады. Білім сапасы жағынан да, тәрбие беру жағынан да бұл мектепке өте ризамыз. Аталмыш білім ордасының 20 жылдық мерекесіне орай математика және физика бірлестігінің ұйымдастыруымен стенд алаңында кіші көрме ұйымдастырылды. Көрме төрінде мектеп өміріндегі жасанды интеллекттің даму жолымен таныстырылды. Робототехника бойынша атқарылып жатқан ауқымды жұмыстар мен жаңа жобалардың даму кезеңдеріне тоқталды. Жалпы менің тоқталатын болсам, мінекей осы мектептің ашылуына да 20 жыл толыпты. Әрине 20 жылда қаншама мектептің жетістіктері бар, республикалық және қалалық жүргізеді жыл сайын. Және бұл кісілердің оқушыларды әр жыл сайын жоғарғы оқу орындарына түсіп, өз жетістіктерін жеткізіп жатыр. Оның куәсі бүгінгі күні мінекей қаншама осы мектептен шыққан түлектер келіп мектебінің 20 жылдығына құттықтауларын айтып жатыр. Әрине ол да осы мектептің жетістігі және сонымен тура келген Мұстафа Шоқайдың 135 жылдығын бүгінгі күні осы мектеп дүрілдеп тойлап жатыр. Және осы мектептің 20 жылдығын мерейтойын тойлап жатыр. Әрине алдағы уақытта осы мектепте тек қана әрбір ұстазға шығармашылық табыс тілеймін, еңбектері жана берсін. Әрине еңбек еткен жоғарғы жетістіктерге жетеді. Сондықтан да бұл мектептің әлде де шығар биігі жоғарыда деп ойлаймын. Сондықтан бүгінгі осы мектептің 20 жылдығымен Мұстафа Шоқай атамыздың 135 жылдығы әрі қарай тойлана берсін, тойға ұласа берсін деймін. Мұстафа Шоқайдың 135 жылдық мерейтойы және тұспа тұс келген 51-ші мектеп гимназиясының 20 жылдық мерейтойына келдік. Енді іс-шара туралы айтатын болсақ, іс-шара өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Енді бұндағы оқушылардың белсенділігі, ата-аналар және осы мұғалімдердің кәсіби дағдысы жоғары деңгейде екенін болады. Мерекелік іс-шара мектептің акт залында отбасылар арасындағы байқауға ұласты. Байқау еліміздің әнұранымен ашылып, Астана қаласы әкімдігінің Мұстафа Шоқай атындағы нөмірі 51-ші мектеп гимназия директоры Сакиева Арай Шаймарданқызы сөз сөйлеп ашып, жарысқа қатысушы отбасыларға сәттілік тіледі. 2025 жылдың 1 қыркүйегінде осы біздің білім ордамызға 20 жыл толды. Осы мерейтой қарсаңында біз бірталай жұмыстарды атқарып, осы мекемеде біздің мұражай бар және 135 жыл Мұстафа Шоқайға толып отыр. 25 желтоқсанда жылда біз халықаралық конференцияны өткізіп жатамыз. Осы жоспарға сәйкес қаңтар айында үлкен ғылыми практикалық конференция өтеді. Жалпы Мұстафа Шоқай туралы айтатын болсақ, шығыс халықтарының арасында оның еңбектері өте танымал. Биылғы жылы Яш Түркістан тұсаукесері ресми түрде өткен болатын 10 томдық араб тілінде жазылған біздің мекемеге табысталды. Қошқарұлы Бәкір сол кісінің бастамасымен бізде жарық көріп жатыр Мұстафа Шоқайға арналған энциклопедия. Әртүрлі оның еңбектері 9 тілді білген ұлы тұлға ғой. Сондықтан еңбектері әртүрлі тілдерде шығып жатыр. Біздің мұражайда бірнеше еңбектері биылғы жылы шыққан жинақтары танысып
көруге болады. Жалпы біздің мемлекеттік мекеме қазақ тілінде ашылған ең алғашқы Астана қаласындағы білім ордасы. Біздің шаралар осы аптаға толық жоспарланған, жоспарға сәйкес жүргізіледі. Бүгінгі білім ордасының 20 жылдық мерекесіне орай осы мектепте білім алып, алғашқы түлектер атанған бұрынғы оқушылары ұшқаниясын ұмытпай арнайы келіп, ұстаздарын атаулы мерекемен құттықтады. Осыдан 20 жыл бұрын осы білім ордасының алғашқы түлектері едік. Сол күн бізге үлкен сенім, зор жауапкершілікке толы еді. Қазіргі түлектерге айтарым, осы біздің бастаған жолдарымызды жалғастырып, біліміз деп еліміздің елеулі халқымыздың қалаулы азаматтары болуына тілектеспін. Жолдары ашық болсын, асар таулары бағындыратын белестері үлкен болсын. Құрбым Айгерім Сейітхан қызы айтып кеткендей, менің есімім Аминат Қожахметова болады. Осы мектепте бітіргенімізге бір 18 жыл болып қапты. 2008 бітірген түлектеріміз. Айтатыным Ибраева өрік ұстазымызға мың алғыс. Сол кісінің арқасында осындай жетістіктерге жетіп жатырмыз. Қаншама ұстазымыз барлығына осындай сенімділік беріп, қазір өзіміз барлық бір жақсы орындарда жұмыс істеп жатырмыз. Осы барлығы мектептің білімнің арқасында деп ойлаймын. Сондықтан сіздерге көп рахмет. Ал мектебіміз осы Мұстафа Шоқай атамыздың атына қойылғаны өте қуаныштымыз. Осындай кісі, осындай ұлағатты адам болып, осындай Қазақстанымыздың елеулі азаматы атына қойғанына қуаныштымыз. Көп рахмет. Мұстафа Шоқай атамыздың жолын жалғастыру бізге үлкен жауапкершілік, және де мақтан тұтамыз. Бүкіл қазақ халқының жастарына үлгі көрсететіндей жаңағы ата буынымыз десек те артық болмас. Отбасылар арасында өткен байқауда түрлі викториналық сұрақтар, жаңылтпаштар, мақал мәтелдер айтылып, байқау арасында өнерлерінде ортаға салды. Кеш қызықты, әсерлі болды.